Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы мен Қазақ радиосының бірлескен жобасы «Халық қазынасы». Қайырлы күн, қазақ елі. Мен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, күйші Айгүл Үлкенбаева. Сіздерге Динаның бұлбұл күйін орындап беремін. Енді аз ғана әңгімесіне тоқтай кетсек. Динаның бала кезінен бірге өскен, тумасынан асқан талантты балым атты құрбысы болады. Сол балым бой жетіп бір төренің жігітімен тұрмыс құрады. Күйеуі балымның өнеріне қарсы болып, ән айтып күй тартқанына тыйым салады. Бір күні күйеуі үйде жоқта, көршінің домбырасын сұрап алып, шерін тарқатып отқан сәтінде үстінен түсіп, қамшының астына алып сабап тастайды. Осы оқиғадан кейін балымның екі көзі де көрмей қалады. Балым тағдырынан алып тәңіріне мұңын шағып, небір зарлы әндері төңірегіне соқыр қыздың әні болып тарай бастайды. Дина да осыдан хабары болғанымен, соқыр қыздың бір кезде ауыл аймақта аузына қаратқан балым құрбысы екенін білмейді. Күндердің күнде бір жиын тойда Дина сырттайын тығып жүрген соқыр қызбен кездесіп, оның өзінің құрбысы балым екенін біледі. Сол жолы Дина қона жатып, құрбысының көңілін аулап, екеуі бір-біріне сырларын ақтарады. Дина оған басу айтады, тек қана сөзбен емес, осы бұлбұл күйін арнап шығарады. Қазақ қашанда өзінің әнші қыздарын бұлбұлға теңеген, көзінің қарашығындай сақтаған, ал бұлбұлдары да көмейлерінен үн, көкейлеріне мұң төгіп, ел жұртының тілеуін тілеп сайраудан танбаған. Үміт пен сенімді серік еткен жұртымыз бұл ауыртпалықты да жеңіп, бағында бұлбұлдарын сайратары сөзсіз. Ендеше сол жақсы күндердің есігін бірге ашайық, ағайын.
рухы ұлт музыкасында. Сіздер Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы мен Қазақ радиосының бірлескен жобасы «Халық қазынасы» хабарын тыңдадыңыздар.